Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер. Мен бүгін сіздермен дәмді болып шығатын шоколадты маффиннің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецептпен өзім бірнеше рет жасадым, сондықтан сіздер де қорықпай жасай берсеңіздер болады. Бізге қажетті ингредиенттердің мөлшерін төменге жазып қойдым. Олай болса, ең әуелі шұңғыл ыдысымызға жұмыртқа мен қантты алып, миксермен жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы майымызды қосамыз. Сүтті қосамыз. Және біз бөлек ыдыста електен өткізілген ұнымызды, какао және қопсытқышымызды бөлек ыдыста араластырып аламыз. Және дайын болған қоспаны біз жасап жатқан қоспамызға қосып араластырамыз, қоймалжың күйге енгенше. Дайын болған қоспаларымыздың барлығын біз силиконды ыдыстарға ас қасықпен құйып шығамыз. Қатты толтырудың қажеті жоқ, және қалағандарыңызша бетіне өз таңдауларыңызға байланысты заттарды сала берсеңіздер болады. Мен өзім шоколадтарды қосып шықтым. Келесі кезекте пешке салып 180 градуста 20-25 минут пісіріп аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын.